Ұлы Абайдың 175 жылдығына орай ұйымдастырылған эстафетаны мен Айнұр Сапарова, Абдрахманова Балжан, Медея Даниярқызы ханымдардан және Талғат Теменов, Бауыржан Ақтаев және Нұрлыбеков Нұрасыл мырзалардан қабыл алдым. Өз кезегімде Абайдың жасымда ғылым бар деп ескермедім өлеңін сіздің назарларыңызға беремін. Жасымда ғылым бар деп ескермедім, пайдасын көре тұра тексермедім. Ер жеткен соң түспеді уысыма, қолымды мезгілінен кеш сермедім. Бұл махрұм қалмағыма кім жазалы, қолымды дәпсермесем, өстермедім. Адамның бір қызығы бала деген, баланы оқытқанды жек көрмедім. Баламды медресеге білдеп бердім, қызмет қылсын, шен алсын деп бермедім. Өзімде басқа шауып төскөрледім, қазаққа қара сөзге дес бермедім. Еңбегіңді білерлік еш адам жоқ, түбінде тыныш жүргенді теріс көрмедім. Бұл эстафетаны мен Абай танушы, еліміздің қоғамның қайраткерлеріне Ғарифолла Есім, Ролан Сейсенбаев, Елеусін Сағындықов ағаларымызға жолдаймын.